Қайырлы күн баршаңызға. Біздер осындай сырға салу көрпешесін тігетін боламыз. Бізге керек барқыт мата, матовый цветтан осындай айври цвет алсаңыздар болады. Сосын шашақ керек, сосын бізге ою өрнектер керек болады. Осындай жылтыр матадан ою өрнек оятын боласыздар. Бізге бұның диаметрі 80 сантиметр. Ол үшін біздер матамызды аламыз да осылай төртбұрышты етіп аламыз. Біздер жаңа кешіп тастаған болатынбыз, дөңгелек етіп. Сіздер де төртбұрышты мата етіп аласыздар да, осылай сызғышпен қойып 40-40 сантиметрден өлшеп белгілеп аласыздар да, сосын кесіп аласыздар. Сонда дөңгелек пішінді шығу керек. Бұл көрпешенің тұрақты диаметрі. Осыдан екеу пішіп аламыз. Ішкі қабатына осындай бөз матадан саласыздар. Оның ішінде мақта немесе таза жүн салсаңыздар болады. Біздер оюымызды дайындап алдық. Осындай жылтыр мата аласыздар. Ол деген жаңағы маталар дүкенінде болады. Жылтыр матаны осылай теріс жағына қойып аласыздар. Сосын артынан деген осылай паутинаны аласыздар. Осылай жайып аласыздар да, мысалы оюларыңыз қандай шамада, мысалы солай пішіп не істеп аласыздар, қиып аласыздар. Сосын қағазбен жапсырасыздар. Жылтыр қағаз бар, мынандай. Соның жылтыр жағын осылай жапсырып аласыздар. Бірінші жылтыр қағаз тұрады бетінде, сосын паутина тұрады, сосын матаңыздың теріс жағы тұрады да, өтекпен бастырып аласыздар. Бұған пар қолданбаймыз, қызуымен бастырып шығасыздар. Сосын осыны жайлап суығаннан кейін аласыздар. Бірден алсаңыздар, барлығы бірге жабысып қалады. Ысылай алмаймыз. Суығаннан кейін жайлап бітіп аласыздар. Сосын жаңа шаблондарыңызды ручкамен болсын, маркермен болсын, негізі ручкамен бастырғандарыңыз дұрыс. Ручкамен бастырып болғаннан кейін барып, мынаны қиып аласыздар да, жаңағы мынандай ақ бүйілер матаңызға осылай қойып, үстіне мәрлі қойып, пармен бастырып шығасыздар. Машинаның зигзагына қойып, барлығын зигзагтап тігіп шығасыздар. Одан кейін, осыдан кейін бізде деген не жүреді? Жаңағы мынандай не бар? Жаңағыдай шашақтың түрлері бар, мынандай түрі бар, жаңағыдай басқаша түрлері бар. Соны жаңағыдай мынаны жаппас бұрын екі жағын біріктіріп, мынаның үстінен тігіп шығасыздар. Кішкене 3 сантиметр қалдырып, жанынан осылай жүргізіп шығамыз. Содан кейін кішкене аузын қалдырасыздар тігістен кейін. Сосын келесі бетке аударып, шетін тігіп тастайсыздар. Сосын бізде осындай көрпе дайын болады. Мына жері аралығы осылай тігілген. Видеода барлығын көрсетеміз, қалай тігілуін түгел. Бастыратын кезде дәл ортасынан басамыз оюды, өтекті. Дәл ортасынан бастырасыздар өтекті. Парымен бастырып шығыңыздар, парымен. Ортасына бастырып, бұлай жанына қарай жүргізесіздер. Осылай тегіс жату керек. Біздер оюымызды жапсырып алдық. Біздер деген оюымыздың бәрін зигзагтап тігіп болдық. Енді осы бір бетіне немізді шашағымызды тігетін боламыз. Осындай аралықта қалдырасыздар, 3 сантиметрдей. Мына жерден білуге болады, мысалы, мына жерден кішкене 1 сантиметрде қалдыруға, мынаның төменгі жағындағы шашағынан. Осылай айналдырып тіге бересіздер. Осылай түгел айналып шығу керек. Үдеу тігіспен тігесіздер. Көрпешеміздің шашағын тігіп болдық. Енді біздер екінші қабатын былай оң жағы мен оң жағын беттестіріп, осыны тігіп шығатын боламыз. Айналдырып, булавкамен қыстырып алыңыздар осылай. Айналдырып тігесіздер, кішкене аузын ғана қалдырасыздар осындай. Сосын сыртынан тіге қоясыздар. Өзіңіз ыңғайлы болу үшін булавкамен қыстырып алып, 1 сантиметр қашықтықта тігіп аласыздар.
міне қиып болды. міне осы бетімен осы бетін бірге тігіп аласыздар, біріктіріп ішіне мақтамызды саламыз да, сосын аузына кішкене қалдырып сыртынан тігесіздер. Бірінші осыны тігіп алыңыздар, тігіп алып сосын аузын қалдырамыз, ішіне мақтасын саламыз. Орап салуға болады, өздеріңіз қалай ыңғайлы. Сосын аузын жауып тастайсыздар. Дөңгелек болып шығу керек. Астыңғысы 90, үстіңгісі 80 сантиметр. Мына бөз матамызды тігіп алдық. Ауыз жағын қалдырдық қой, мынандай етіп. Мына ішіне мақта кіру керек. Қазір айналдырамыз. Мына осындай мақтаны аласыздар да, жаңағыдай мынандай қалың болса, бүйтіп кішкене ашып алып, сосын жан жағына жайып, ұналыстырып мақталарыңызды төсейсіз. Осылай жасай бересіздер. Міне біздер мақтамызды орналастырып қойдық. Астында бөзіміз қалды. Бұл да бізде 800 граммдай мақта кетті. Аузы мына жақта қала берсін. Бүйтіп ұстап тұрып орағанбыз. Осылай орап алып, сосын айналдырып аузынан шығарасыздар. Негізі аузы кең болған жақсы, кеңетіп алғандарың жақсы болады. Жаңағы мына бұрыштарына жетпеген жерлерін жаңағы қолмен сырып өздеріңіз келтіресіздер. Міне бізде осындай күртке дайын болды. Мына жерін қолмен ине жіппен тігіп жіберсеңіздер болады. Міне көрпешеміз дайын болды. Міне біріктіріп тігіп алдық, айналдырдық. Енді оң жағына міне мынандай кішкене ашық жерін қалдырып осыған біздер ішкі немізді салатын боламыз. Көрпешеміз.